Әлеуметтік желіде кейбір адамдар жастарға шам еліне көшсең барлық күнәң кешіріледі деп айтады. Бірақ бұл шындық емес, адамдарды алдау үшін жасалған насихат. Мұндай насихаттың мақсаты адамды ойландырмай, сезім арқылы басқару. Олар күнәң кешіріледі, жаңа өмір бастайсың деген сөздерді әдейі қолданады. Адасқан насихат көбіне адамның әлсіз сәтін пайдаланады. Жалғыздық, өкініш, қорқыныш бәрі олардың құралына айналады. Кейбір жастар өз қателігі үшін өзін кінәлі сезінеді. Сол кезде біреу бәрін түзетудің оңай жолы бар десе, сеніп қалуы мүмкін. Насихатшылар алдымен сенімге кіреді. Олар адамның туыстарынан, достарынан алыстауын қалайды. Адасқан насихаттың алғашқы белгісі адамның мінезі өзгереді. Ол жақындарынан алыстай бастайды. Олар адамға бұл өмір маңызды емес, бәрін тастап кет дейді. Бірақ шынайы өмірден қашу мәселені шешпейді. Күнәнің кешірілуі белгілі бір жерге көшумен байланысты емес. Адам өз қателігін түсініп, түзелуге тырысса ғана өзгереді. Саған уәде беріп отырған адам сен емес, өз мақсатын ойлайды. Адасқан насихат әрқашан жеңіл жол ұсынады. Бірақ шынайы өзгеріс ұзақ еңбек пен дұрыс шешімнен басталады. Насихатшылар үш нәрсені қолданады: қорқыныш, кінә сезімі және сен ерекше адамсың деген жалған сенім. Кейде ең дұрыс шешім қауіпті адамнан алыстау, өйткені жалған насихаттың соңы өкінішке әкелуі мүмкін. Жақын адаммен сөйлесу әлсіздік емес, керісінше қиындықтан шығудың алғашқы қадамы. Шынайы достар адамды белгісіз жаққа итермелемейді. Олар сені сақтап қалуға тырысады. Егер біреу сенен отбасыңнан бас тартуды, құжатсыз кетуді немесе ешкімге айтпауды сұраса, бұл қауіпті белгі. Кез келген ақпаратты тексер. Бір адамның сөзіне бірден сенбе. Адамды құтқаратын басқа ел емес. Адамды құтқаратын дұрыс орта, қолдау және ақылмен қабылданған шешім. Шамға көшсең, күнәң кешіріледі деген сөз шындық емес. Бұл жастарды алдау үшін қолданылатын қауіпті насихат. Өзіңді сақта. Күмәнді насихатқа ерме. Қиындық болса, маманға, ата-анаңа немесе сенімді адамға жүгін.